Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Ауылбай Асеке. Бүгін мен сіздерге YouTube'қа видео түсіріп жүрген штативімді көрсеткім келіп отыр. Бұл штативті мен 2018 жылы немесе 2019 жылы AliExpress сайтынан сатып алдым. Бұл штативті 4000 теңгеге немесе 5000 теңгеге сатып алдым. Яғни 2018-де 2019 жылы бұл штативтің бағасы сондай болды. Бұл штативтің дәл қазіргі бағасын білмеймін, сондықтан да ештеңе айта алмайым бағасы туралы. Бұл штативтің биіктігі аяқтарын шығарып қойған кезде, яғни полный мынандай қылып шығарған кезде аяқтарын биіктігі 40 см. Штативтің материалы, яғни мына жерлері алюминий, мына жерлерінің барлығы пластмасс. Түсінгендеріңіздей, бұл штатив өте жеп-жеңіл. Бұл штативтің мынандай нәрсесі бар, мынау телефон ұстап тұратын нәрсе. Бұл телефон ұстап тұратын нәрсесі, егерде сіздердің телефондарыңыз үлкендеу болатын болса, сіздердің телефондарыңызды бұл нәрсе ұстап тұра алмайды. Менің телефоным кішкентайлау телефон, телефоным G3, яғни Samsung G3 деген телефон. Менің телефонымды мына нәрсе өте әдемі ұстап тұрады, ешқайда жібермейді, құлап қалмайды. Сосын бұл телефон ұстап тұратын нәрсесін алып тастап, мына жерге камераға тұруларыңызға болады, көріп отырғандарыңыздай. Сосын камераңызды мына ручкамен былай да былай қозғауларыңызға болады. Қозғау үшін мына жерде несі бар, бұрайтын нәрсесі бар. Мынаны босатасыңыздар, сол кезде камераңызды қозғауыңызға болады, былай да былай. Мынаны қатырып тастаған кезде мына нәрсесі қозғалмай қалады. Сосын телефоныңызды немесе камераңызды шалқайтуыңызға болады. Яғни былай қарата шалқайтуларыңызға болады. Шалқайту үшін мынаны босатасыңыздар, мына жерде бұрайтын нәрсесі бар. Мынаны босатасыңыздар, өзіңізге керекті деңгейде, камераңызды шалқайтып аласыңыздар, содан кейін мынаны қайтадан орнына қатыра қоясыңыздар. Бұл штативтің бөлшектері барлығы алынып, қайтадан орнына салынады. Түсінгендеріңіздей. Сосын бұл штатив, профессиональный штатив болмағаннан кейін, бұл штативтің грузілетін нәрсесі жоқ. Яғни мына жерінде крючогы жоқ. Бірақ грузды мына жерге ілулеріңізге болады. Мына жерде мынаның барлығы, менің ойымша, пластик сияқты мына жердегі заттары. Бірақ кішкене салмақты нәрсе ілулеріңізге болады. Бұл штативті жалпы егерде алғыларыңыз келетін болсам, бұл штативтің ссылкасын мен осы видеоның астына қалдыратын болам. Бұл штатив туралы толық ақпаратты осы видеоның астындағы ссылка арқылы қарап алуларыңызға болады. Бұл штативті егерде сіздер YouTube'қа видео түсіретін болсаңыздар, мысалы үшін тамақ пісіру туралы видео түсіретін болсаңыздар, жаңағыдай үй жағдайында видео түсіретін болсаңыздар, бір нәрселерге обзор жасайтын болсаңыздар, осы штативті қолданып көрулеріңізге болады. Достар, мына штативтің тағы да бір функциясы бар екен. Бұл штативтің басын жоғары қарай көтеруге болады екен. Яғни мынаны жоғары қарата шығаруға болады екен. Жоғары қарата шығару үшін басын бұл штативтің қазір былайынан көрсетейін. Мына жерде бұрайтын нәрсесі бар.
міне мынау бұрайтын нәрсесі бар, мынандай. Осыны бұрайсыңыздар, босатасыңыздар мына нәрсені. Босатқаннан кейін уже мына басын шығаруға болады екен да, мынандай алып. Яғни тағы да ұзартуға болады екен. Бұл штативті мен ол жағын білмеппін өзім. Бұл функциясын қолданбайтын болғаннан кейін. Мынаны, яғни мына бас тұру үшін, төмен қарата түсіп кетпес үшін. Мына нені, мына бұрайтын нәрсені қайтадан орнына қатырасыңыздар. Мынаны. Сол кезде мынау төмен қарата түсіп кетпейді. Осы жерін айтуды ұмытып кетіппін. В общем, достар, бұл штатив маған өзіме ұнайды. Бұл штативті 2018-де сатып алыппын. AliExpress сайтынан қарадым, жаңа. Қанша ақшаға сатып алғанымды ұмытып қалып отырмын, точно. $8 ма сондайға сатып алған шығармын. Жаңа қарап едім негізі. Бағасын да қарап едім, бағасын ұмытып қалдым бірақ. Жалпы бұл штатив менің өзімнің көңілімнен шығады. Маған ұнайды өзіме. Видеоның бас жағында айтқанымдай, бұл штативтің ссылкасын мен осы видеоның астына қалдыратын болам, егер де керек болатын болса, қарасаңыздар болады. Бұндай штативтер жалпы AliExpress сайтында көп. Маған ұнамайтын жері жалпы мына телефон держателі маған ұнамайтын жері. Бұйырса басқа несін алатын болам. Телефон держательдің басқа түрін алатын болам. Бұйырса жақында тағы да AliExpress сайтынан заказ беретін болам. Сол кезде мынандайдың басқа түрін алатын болам. Яғни мықты ұстап тұратын түрін алатын болам. Сонымен достар, бұл видеоны мен осы жерден аяқтаймын. Егерде бұл видео сіздерге ұнаған болса, бұл видеодан өздеріңізге бір пайдалы нәрсе ала алған болсаңыздар, міндетті түрде видеоға лайк басыңыздар. Егерде видео ұнамаған болса, видеоға дизлайк баса берсеңіздер болады. Сосын міндетті түрде осы видеоның комментарийына өздеріңіздің ойларыңызды, пікірлеріңізді жазып отыруларыңызды сұраймын. Сосын міндетті түрде менің YouTube каналыма жазылып, қоңырау шанды басуды ұмытпаңыздар. Сонымен келесі видеода кездескенше.